Сәлем достар, бұл қазақша копирайтинг каналы. Сіздермен бірге Назике Нашырбай. Жалпы бүгін өтетін сабағымыз копирайтинг дегеніміз не? Жалпы копирайтинг қандай мамандық, онымен қалай табыс табуға болады? Біз алдыңғы сабағымызда жалпы осы копирайтингке келмес бұрын, басқа салаға келмес бұрын бағытымызды таңдауды өткен болатынбыз. Егер де бағыт таңдау сабағын көрмеген болсаңыз, алдыңғы видеома өтіп көріп алуыңызға болады. Жалпы біз бағытты таңдаған кезде де сіз кәсіпкер болсаңыз да, фрилансер болсаңыз да, копирайтер болсаңыз да, сіз нақты немен айналысасыз, сол бағытыңызды анықтау керексіз. Содан кейін барып сіз уже сол таңдаған бағытыңыз бойынша арға қарай жұмыс жасайтын боласыз. Енді бүгінгі сіздерде сабақ жалпы копирайтинг дегеніміз жарнама мәтінін жазу. Ал копирайтер дегеніміз сол жарнама мәтінін жазатын адамды айтамыз. Айырмашылығы осында. Көп кісілер осыны шатыстырады, сабақ барысында сабаққа қатысады, бірақ соңында ол нәрсені енді түсініп жатады. Енді копирайтинг қалай қолданады, копирайтингті қай жерде қолдануға болады? Инстаграмда, сайтқа арналған тексттерде, телеграм каналда, басқа да әлеуметтік желілер, OLX-та, мысалы қазір TikTok шығып жатыр, YouTube каналда барлығында біз әлеуметтік желілерде қолдана алады екен. Копирайтинг бойынша қандай бөлімдері бар, мысалы сайтқа арналған текст жазу бар, телеграм каналға арналған өзінің арнайы жазылатын мәтіндері бар, OLX-қа арналған жарнамалар бар, бір реттік жарнама, сатылымға келетін мәтін, және инстаграмға арналған контент пландар бар, продающий посттар бар, сторисқа арналған посттар бар. Осының барлығында сіз копирайтингті қолданып, өзіңіздің услугаңызды, қызметіңізді, жаңағыдай сауданы арқылы сіз өз услугаңызды, өзіңіздің копирайтерлік қызметіңізді сата аласыз. Яғни бізде жарнамалық тексттер, OLX-қа арналған жарнамалық тексттерді новичоктар бізде 5000-нан жоғары жазу арқылы табыс таба алады. Новичоктар осындай теңгеден бастай алады. Ал кішкене шамалы уақыт сабақты үйреніп, тәжірибе жинағандықтан сіздер уже алдағы уақытта өздеріңіздің услугаларыңызға, жазып беретін мәтіндеріңізге сіздер бағаны қоя бастайсыздар. Жаңағыдай бағаны қойғанда да өзіңізге сенімді болсаңыз, сол жұмысты соңына дейін жеткізе алып жасай алатын болсаңыз, сіз уже бағаны жоғарылатып қоя бастайсыздар. Төмен бағаға жазып жүрмеңіздер. Өйткені оны жазу үшін де бізде уақыт кетеді, энергия кетеді. Сіз барлық жаңағыдай мәтінді жазатын кезде, сіз оған барлық күш қуатыңызды жұмсап жазатын боласыз. Қазіргі таңда копирайтинг саласы өте қарқынды дамып келе жатыр. Көбіне бізде конкуренттеріміз Ресей, ағылшын болғандықтан біз солардан орысша контенттерін мысалы көруімізге болады. Жаңағыдай YouTube каналды ашып қарасаңыздар, орысша контенттер өте көп. Бірақ бізде қазір қазақша копирайтинг өте жақсы дамып келе жатыр. SMM маманы, маркетолог, таргетолог деген сияқты. Бірақ сіз таргетолог болсаңыз да, маркетолог болсаңыз да, сіз клиентпен қалай сөйлесу керек, клиенттің қандай жарнамасына қандай текст жазу керектігін білмесеңіз, сіз мысалы ол мамандық бойынша көп ұзақ уақытқа бармай жұмысыңыз тоқтап қалуы мүмкін. Сол себепті алдағы уақытта осы каналда барлық сабақтарында қарайтын болсаңыздар, сіздер әр клиентпен, қай клиентке қандай нәрсені жазу керек, қай клиенттің қай нәрсесін дұрыстап жазып беру керек, қай ақылы алаңға жарнама қалай жазылады, инстаграмға арналған жарнама қалай болады, OLX-қа арналған жарнамалар қалай болады, контент план, продающий посттар дегеніміз қандай болады, барлығын сіздер ол каналда үйренетін боласыздар. Сол үшін каналға тіркеліп жазылуды ұмытпаңыздар.